Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналыбыздын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер. Эфирде кайрадан биз Бишкек кабар сиздерге Бишкек унаа базарындагы фураларды бааларын көрсөтүп беребиз. Баалары канча болуп жатат? Акыркы күндөрү токтоп айтканда ушул бир айдын ичинде өтө базарга фуралар көп кирип жаткан учуру чет жактан дагы растамашка болуп, акырын эле бул элек фуралар өтө көп кирип жатат. Кызыккандар көп болуш керек. Көңүлдү экранга буруңуздар, биз көрсөтүүнү баштайлы. Арасында Mercedes Gigant, ошондой эле грузовой спринтерлер, ошондой эле Porter дагы чыгып калса, аларды дагы чогуу тартабыз. Бирок көп учурда сиздерге ушул фураларды бааларын билип барабыз. Volvo 500 800 000 километр жүрүптүр. Свежий перегон дейт, растамашка болгон. Акырын эле бул элек жылы 2013, коробка автомат, баасы $40 000, исключительном состоянии дейт, без вложения. 0551 16 16 05. Адаттагыдай эле 10 секунд убакытты бөлүп сиздерге артындагы бир көрсөтүп коелу. Балким жакынкы күндөрү алам деп жүргөндөр болсо, жакшылап көрүп алыңыздар деген максатта тартып коелу. Арты мына ушундай көрүнүштө. Абалы дагы жакшы экен. Mercedes 2543 тандемди көрсөтөбүз. Жылы 98. 125 куб деп жазыптыр. Жылы 98 экендигин дагы бир жолу эскертип коелу. Ретардо $22 000 дейт баасы. 0706 01 01 48. Алды жерге жапыз. Ушундай ретардан издегендер болсо көрүңүздөр. Кошумча артында прицеп бар. Баасыны без прицеп койгонбу же прицеби чогуу, бирок номерине чалып сүйлөшүп көрүш керек. Номери 0706 01 01 48 558 01 01 48 0703 75 55 55. DAF 105 460 565 000 километр жүрүптүр. Пробег оригинал дейт. Жылы 2014, коробка автомат, объем 12,9 деп жазыптыр. Отличное состояние дейт, без вложения. $32 000 0551 51 05 20 деген номерде турат. Ушинтип тартканымды, урматтуу көрүүчүлөр, эгер мүмкүн болсо комментарийге жазып коюңуздар. Ушундай убакытты созуп, кичине болсо дагы убакыт алып тартып бергенибиз жакшыбы же алдынан гана маалыматты берип, алдынан гана көрсөтүп коелубу? Кандай дейсиздер? Биринчи жолу ушинтип сиздерге артындагы көрсөтүп жатабыз. Убакытты алат экен, алдын эле тарта бер дегендер болсо, анда комментарийге жазыңыздар. Эгер жок, ушундай жакшы, артындагы чогуу биз көрүшүбүз керек деген суроолор болсо, комментарийге сөзсүз түрдө жазып коюңуздар. Кимге кандай кызык болсо, ошону карап, бир чечимге келип, буюрса дагы тартууну улантабыз. Renault Premium 460 565 000 километр жүрүптүр. Жылы 2014, коробка автомат, $33 000 557 55 05 60. Volvo 420 жылы 2002, баасы $30 000 экен. Прицеп менен чогуу жазылганбы? Айтор $30 000 деп коюптур. 0550 15 85 33. Бул артыңкы тараптан көрүнүшү. Прицептин абалы кандай болду экен деген суроолор болсо көрүп алыңыздар. Абалы дагы жакшы экен. Издегендер болсо көрүңүздөр. Номерине чалып сүйлөшүп көрүңүздөр. MAN 460 жылы 2014, 12800
$17.500 екен басы. Объем 12.8 деп жазып, коробкасы механика 0702 34 95 95. Бұл жерде Scania 420, жылы 2012, коробка автомат ретардо. Жеңіл мыналарға алмашам деп жазып, варианттар бар екен. Прицеп жылы 2008, өзі 2012 екен. Комплект жалпы есептегенде $38.000 деді. Номері 0702 41 51 49. Учет азыр Кыргызстанда расламашка болып, оформление болып тұр. Бұл дағы абалы жақшы екен. Артынан көрініштері жақшы. Іздегендер болса көріңіздер, номерге чалып сөйлесіп көріңіздер. DAF жылы 2000. Объем жазылған емес, коробкасы механика $22.000 деді. 0701 10 10 97. Бұл жерде дағы бір жашыл түсті прицеп менен тұрған Volvo'ны көрсетеміз. Жылы 2013, объем 12.7 деп жазып, пробег оригинал 78.000 км жүрген дейді, коробкасы автомат 130 куб деп жазып, басы $46.000, срочный дейді. 0508 22 11 00. WhatsApp бар екен, ушул эле номерге чалып сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. За наличку $46.000 окончательно срочно отдам деп жазып тұр. Іздегендер болса көріңіздер. DAF 460, жылы 2014, коробка автомат, ретардо дейді, горный, круиз контрол бар екен, басы $36.000, Голландиядан келіп тұр, номері 0222 44 22 22. Достар, бұл жерде екі бір жаңы Mercedes ошо фуралар жақында келіп тұр, бірақ негедір бағасы жазылмай қалып тұр. Номері бар екен. Балким бағасыны білели дегендер болып қалышы мүмкін деп тартып қойылдадық. Номерге чалып қызыққандар болса біліп көріңіздер. Жылы 2010 екен, евро 5 дейді. Германиядан свежий келіп тұр. Номері 0555 602 907. Ал эми бұның жанында кабинасы қызыл сары аралаш түсті тұрған бір актросты көрсетеміз. Жылы бұл дағы 2013 екен, Европадан келген деді. Прицеп өзінікі, оригинал, идеальный состояние деді. Номері ушул эле номерге чалсаңыздар болот. Ээси бир экен, 555 60 29 07. Volvo жылы 2012, $36.000 деді. Без прицеп, жалғыз өзі тұрады. Номері 0555 42 43 48. $36.000. Мынандай үстінде дальний чырақтар бар екен. Достар, бұл жерде DAF жылы 2004, ал эми мына артында тұрған прицеп жалғыз өзі жылы 2006 екен, отдельно. Абалы жақсы деді, жасала тұрған жері жоқ, без вложений деді, басы $37.000, номері 0 766 42 81 11.
Mercedes Atego жылы 2000, объем 6.3, коробка механика, холодильник бар дейді, іштейді деп жазып тұр. Басы $18,000, 0701 00 90 38. Бұл жерде дағы бір Scania прицеп менен, жылы 2006, коробка механика, ретарды, горный тормоз дейді. $36,000, свежий келген, расстановка болған, оформление бұл элек дейді. Басы дағы бірден айтып кетелі, $36,000, номері 0709 98 68 12. Жашыл түсті Volvo 440, жылы 2007, 12.7 объемды жастыр, коробка автомат, прицеп жылы 2008 дейді. Өзі 2007 екен. Жалпы есептегенде $29,500 дейді. Прицеп мен чоғы 0707 48 27 74. Mercedes Atego жылы жазылған емес, басы бар, пробег 726,000 км жүріп тұр, $26,500 дейді. Абалы жақшы, Германиядан свежий келгенде, расстановка болған, оформление бұл элек. WhatsApp номері 555 94 74 04, түз байланыш үшін номер 774 63 12 83. Mercedes 814, жылы 95, объем 4, $8,500, 558 90 69 36. Ман жылы 95, объем 7, ретардо, $10,000, 558 18 18 28. Достар, бұл жерде дағы бір Mercedes Atego бар екен, бірақ бағасы жоқ, номері бар. Байланышқа шығып сөйлесіп көріңіздер. Жылы 2005, Қырғызстанға келгенде 12 ай болып тұр. Номерлер 551 51 05 27 кондиционер бар. Абалы жақсы дейді. Mercedes 711, грузовой, жылы 95, объем 4, механика, абалы жақсы дейді. Басы $6,500, 0706 10 88 10 деген номерге байланысқа шығып көрсеңіздер болады. Достар, біздің бұл чығарышымыз аяғына шықты. Видеолар жаққан болса, сөз түрде лайк басып қойыңыздар. Сұраулар болса комментарий қалдырыңыздар. Біз сұраулар бойынша тартқанға әрекет қыламыз. Көрішкенше саламатта тұрыңыздар. Видео жаққан болса лайк басып қойыңыздар.